Сәлем бердік. Бүгін келін асханасымен бірге ананас пен тауықтың филесімен өте дәмді, нәзік, сочный салат жасайық. Дастарханға сән беретін, көркін ашатын ерекше салат. Толық керек заттар видеоның астында описание бөлімінде. Қиярды ұзындығынан 4-ке бөліп, осылайынан турадым. Және сырды да одан қиярдан сәл кішірек қылып 4 бұрышты көбектерге турадым. 3 жұмыртқаны да көбектап тураймын. Аса майда да емес, үлкен де емес. Бәрі бір көзге алғанда бірдей болып, бірдей формамен туралады. Салатты жинайтын ыдысымызда, үлкенірек шұңғыл ыдыста бәрін біріктіреміз. Және мені қиярды осындай формамен тураймын. 2 қияр, 3 жұмыртқа, 100 грамм сыр турадым. Осындай кукуруздың жарты банкадан азырағын саламын. Бандуэль фирмасын алсаңыз, салатқа ерекше дәм береді. Ананас тураймын. 5 кальцосын алдым. Өте дәмді, сочный, су ағып тұрған ананас. Тура сол мезетте салаттың бәрін араластырып, майонезден араластырып алған соң, столға, порционный ыдыстарға салып, дастарханға қоя береміз. 2-3 сағат тұрса, ананастың суы ағып кетеді. Сол үшін қонақтар келетін кезде тез-тез араластырып, сол кезде салатымызды столға, дастарханға қоямыз. Дастарханға ерекше сән береді. Бұрын көрмеген салат қалай жасағансың деп сіздерден сұрайтын болады. Кез келген ас көкті аламыз. Мен кинза қостым. Петрушка алсаңыз болады. Және запеченный филе духовкада піскен сочный филеміз. Мен салаттарға осындай филе қосамын. Тауықтың ақ еті. Рецебін қазір сіздерге подсказка бөліміне қалдырып кетемін. Сол видеоны өтіп қараңыздар. Өте сочный, дәмді, тоз бұрышы сіңген тауықтың ақ еті. Суда піссе кішкене құрғақтау болып қалады, ал былайынан духовкада пісірсеңіз өте дәмді болып шығады. Не себепті видеоға түспей қалғанын түсінбедім. 2,5 ас қасық майонезді жаңағы ыдысымызға салып, бәрін араластырып алдым да. Осындай порционный салаттың ыдыстарына салатный листья қойып, салатымызды салып шықтым. Бетіне жүгерінің талдарын қойдым әсемдік үшін. 2 порция шықты, осындай 2 тарелка шықты. Барлық берілген мөлшерден. Дастарханға қойған кезде орысша айтқанда богато көрінетін салатымыз дайын. Егер рецепт ұнаса лайк басыңыздар. Видео рецепттер аптасына 3 мәрте шығады. Өткізіп алмау үшін қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар.